Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында қол жетімді заттардан тауық етінен кешкі ас немесе түскі ас даярлаймыз. Яғни тауық етін ешқандай да қуырмаймыз. Духовкаға салып, өз сөліне, өз буына пісіп шығатын кешкі ас дайындаймыз. Дәмі керемет, сочный болып шығады. Қонақ келгенде де ұялмай ұсына аласыз. Ол үшін бізге керек заттар: картоп, сәбіз, сарымсақ және пияз, сонымен қатар тауық еті, яғни окорочка қажет. Ал енді сочный болып шығатын тауық етінен жасалынатын тағамды әзірлеуге кірісейік. Ол үшін аталған көкөністердің барлығын жақсылап ашимыз. Бұл тағамды жасасаңыз, дәмі керемет, аузыңыздан дәмі кетпей жүреді. Сонымен қатар дәмі кәуаптың дәміне ұқсас келеді. Ал енді картоптың барлығын ашып болғаннан кейін жақсылап жуамыз. Одан кейін тауық етін, яғни окорочканы алып турап аламыз. Әркім өз ыңғайына қарап тураса болады, үлкен, орташа, кіші деген сияқты. Мен де осылай видеодағыдай турап алып, окорочканы, яғни тауық етін жақсылап жудым. Жуылған тауық етінің ыдысымызға салып, үстіне көкөністерді турап саламыз. Көкөністерді осындай арнайы құралмен турадым, яғни ирек ретінде көзге әдемі көрініс береді, сонымен қатар жегенге де приятны болу үшін. Ондай құралыңыз болмаған жағдайда пышақпен турасаңыздар да болады. Барлығын осылай ирелеп турап шығамыз да, үстіне татымына қарай тұз, дәмдеуіштер саламыз. Яғни дәмдеуіштерден бізде тауық етіне арналған дәмдеуіш және аздап кәуапқа арналған дәмдеуішті салсаңыз болады. Дәмдеуіштерді көп салуға да болмайды. Көздің мөлшерімен сіздің жасап жатқан асыңыздың көлеміне қарай саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Қасықпен немесе қолмен араластырсаңыздар да болады. Яғни бұл дәмдеуіштер картопқа, тауық етіне, сәбізге сіңуі керек. Тағы да жақсылап сіңуі үшін 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін тағамды біз арнайы пакетке саламыз. Яғни бұл пакеттің өзінің ішінде жібі, аузын буу үшін жібі болады. Осының аузын ашып, дайын болған тағамды саламыз. Алдын ала духовканы 180 градуста қыздырып аламыз. Енді пакетке дайын болған асымыздың барлығын саламыз да, аузын ауа кірмейтіндей етіп, жақсылап мықтап байлаймыз. Яғни ешқандай ауа кірмеу керек. Өзінің арнайы жібімен жақсылап байлап қоямыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын болды. Духовкада 40-45 минутта пісіріп аламыз. Сол аралықта сіз өзіңіздің басқа да тірліктеріңізді, жұмыстарыңызды жасап алуыңызға болады. 40-45 минуттан кейін біздің асымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сочный болып шығады, дәмі керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар төменге пікірді қалдырып кетіңіздер. Басқа да ас түрлерін көргілеріңіз келсе, менің каналымнан көре аласыздар. Міндетті түрде жасаңыздар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын!